сәлеметсіңдер ме, құрметті бірінші сынып оқушылары? Мен Сәуле Қасқырқызы, өздеріңмен бірге сольфеджио сабағын бастаймын. Бүгінгі тақырыбымыз мажор гаммасындағы терциялар деп аталады. Бүгінгі тақырыпты жақсы түсініп меңгеру үшін алдыменен терция сөзімен таныс болайық. Терция бұл грек тілінен алынған сөз. Тре, үш деген мағынаны білдіреді. Терция бұл интервалдың аты. Бірінші және үшінші басқыштардың аралығы терция интервалы болып табылады. Музыка теориясында балалар терцияның екі түрі бар. Яғни олар кіші терция деп аталады және де үлкен терция деп аталады. Кіші терция тондық құрылымы 1,5 тонн құрайтын болса, үлкен терция тондық құрылымы 2 тонн болып келеді. Және де музыка теориясында кіші терцияны К.3 деп белгілейміз де, ал үлкен терцияны Ү.3 деп белгілейміз. Мұндағы 3 терцияны белгілеуші сан болатын болса, ал кіші әріптер бұл кіші және үлкен сөздердің алғашқы әріптері. Меніңше бәрі де сендерге түсінікті болды деймін. Ендеше сабағымызды жалғастырамыз. Тақтада өздерің көргендей до мажордағы терцияларды алдын ала мен жазып қойдым. Енді осылардың қандай интервал екенін, яғни терцияның қай түрі екенін біз тондық құрылымдары арқылы ажыратып білуіміз керек. Ол үшін бізге фортепианоның клавиатурасы көмекке келеді. Бірінші до, ми. До, ре, ми. Осылайша санаймыз. Яғни до мен реның арасы 1 тон, ре мен мидің арасы тағы да 1 тон. 1 тонды 1 тонға қоссақ, 2 тон болады. Яғни 2 тон болатын болса, бұл үлкен терция. Біз оны қысқартып Ү.3 деп жазамыз. Келесі интервалымыз ре, фа. Ре, фа. Ре, ми 1 тон, ми, фа жарты тон. Яғни 1 тонға жарты тонды қосатын болсақ, 1,5 тон болады. Демек 1,5 тон бізде кіші терцияда. Оны қысқартып К.3 деп жазамыз. Келесі ми, соль. Ми, соль. Ми, фа. Өздерің білетіндей, бұл жарты тон, фа, соль бұл 1 тон. 1,5 тон, яғни бұл кіші терция. Фа, ля. Фа, соль 1 тон, соль, ля 1 тон. 1 тонды 1 тонға қоссақ, 2 тон болады. 2 тон бұл әрине үлкен терция. Ү.3 деп жазамыз. Келесі дыбыстарымыз соль, си. Соль, ля 1 тон, ля, си 1 тон. 2 тон болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Демек ол үлкен терция. Ля, до. Ля, до. Ля, си 1 тон, си, до жарты тон. Дұрыс айтасыңдар, 1,5 тон болды. Әрине ол кіші терция. К.3. Соңғысы си, ре. Си, ре. Си, до. Өздерің білетіндей жарты тон болатын болса, до, ре 1 тон. Екеуін қосқанда 1,5 тон болады. Дұрыс айтасыңдар, ол әрине кіші терция. Ал енді мажор гаммасындағы терциялар тақырыбында бізде терцияның кіші және үлкен
түрлері белгілі болды. Енді біз ажыратуымыз керек. Кіші терция нешінші басқыштарда пайда болды, үлкен терциялар және нешінші басқыштардан құрылды. Үлкен терция бірінші басқышта және төртінші басқышта және бесінші басқышта. Үлкен терция, яғни 2 тон үлкен терция бірінші басқышта, төртінші және бесінші басқыштарда құрылды. Егер де байқайтын болсаңдар, құрметті оқушылар, бірінші басқышымыз бізде бұл тоникалық дыбыс, төртінші басқышымыз субдоминанталық дыбыс, бесінші басқышымыз бұл доминанталық дыбыстар деп аталатын тұғын. Яғни үлкен терциялар бізде бірінші, төртінші, бесінші. Тағы да қайталаймын. Яғни тоникалық, субдоминанталық және доминанталық дыбыстардан құрылады екен. Ал қалған басқыштардан, яғни екінші, үшінші, алтыншы және жетінші басқыштардан бізде кіші терциялар құрылады екен. Ре, фа, ми, соль, ля, до, си, ре бұл до мажордағы кіші терциялар болып табылады. Ал енді балалар, сендер фортепиано аспабында несінерек көрсеттім. Енді домбыра аспабында терциялар қалай орындалады екен, соны байқап көрелік. Гармониялық түрінде, интервалдың гармониялық түрінде балалар бұл екі дауысты болып үндесетін интервалды айтады. Мысалы, соль, си. Бұл үлкен терция, тақтада көрсетілгендей. Соль, си, үлкен терция. Домбырада міне ол. Міне орындалуы бір-біріне жақын перне. Бірі астында, бірі үстіңгі шекте. Ал кіші терция, мысалы, ля, до. Ля, до. Бұл кіші терция. Орындалу тәсілі. Яғни арасында бір перне қалып отырады екен. Тек қана ол үстіңгі және астыңғы шектерде орындалуы тиіс. Үлкен терция, кіші терция. Түсінікті ме балалар? Осылайша үй жағдайында дайындалатын боламыз. Ал енді сольфеджиодан біз үлкен және кіші терцияларды ажырату үшін мен сіздерге мынандай жаттығуды үйреткім келеді. Үлкен терция біздің құлағымызға мажорлы болып естіледі. Мысалы, до, ми. Үлкен терция. Ал егер де мен до, ми бемоль десем, ол біздің құлағымызға минорлы болып естіледі. Көріңдер ғой балалар. Яғни терция, үлкен терция мажорлы, кіші терция минорлы болып естіледі. Егер де сабақ түсінікті болатын болса, балалар, мен осымен сабағымды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болып тұрыңдар.